жетпейтін таңғы ас. 200 грамм овсянканы салып, ыстық қайнап тұрған суды құямыз ыдысымызға. Сосын бетін жауып қоямыз. 5 минут тұрса жетеді, достар, кәдімгідей жарылып, әдемі болып шығады. Міне, суын өзіне тартып, жарылып, ыстық суда жарылып шықты. Енді 400-500 грамм сүт құйып, осылай араластырып, 2-3 ас қасық қант салдым. Сіздер қалауларыңызша қантты, тәттіні көп ұнатпайтын болсаңыздар, аз салсаңыздар болады. Көп ұнатсаңыздар, көп салсаңыздар болады. Шым-шым тұз салдым. Осылай қатты отқа бір қайнатып аламыз. Осылай араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалмас үшін. Міне, дайын болды. Осыны оттан алып, мен 2 ыдыс қойып, 2 ұлыма таңғы ас берейін деп жатырмын. Осылай 2 ыдысымызға құйып алдым. Өзі каша ыдыс шағын ғана. Енді сары май, қолдың сары майын осылай аздап салдым. Міне, каша дайын. Таңғы ас жеңіл әрі өте пайдасы мол, организмге пайдасы өте көп. Жасап көріңіздер, ас болсын.